Сәлем достар, бүгін біз фоамираннан мындай керемет себет жасаймыз. Негізі фоамиран дегеніміз оны көбік деп атайды, мындай парақ түрінде жұмсақ резеңке. Мындай себет жасау үшін бізге түрлі түсті фоамиран керек, ыстық желім, қайшы, қарындаш және мынандай дайын үлгілер. Ал достар, енді жұмысқа кірісеміз. Ол үшін біз фоамиранның мындай түсін таңдап алдық. Енді мынау қағаздан дайын үлгілерді фоамиранның үстіне қойып, қарындашпен сызып аламыз да қайшымен оны қиямыз. Фоамиранның екі түсін таңдап алдық. Оған үлгілерді сызып алдық. Енді оларды қиямыз. Біз мындай екі түрін таңдап алдық, және мындай гүлдер дайын болды. Себеттің асты болады. Мынау екінші гүлді былай бір-біріне жауыстыру үшін мынау гүлдің ортасына шамамен 1 сантиметрдей қиямыз. Және оларды сосын бір-бірінен жауыстырамыз. Гүлімізді қидық, енді оны ыстық желмен бір-біріне жауыстырамыз. Достар, мынау астына себеттің өзін жауыстырамыз да, ұстайтын жерін. Достар, біздің жұмысымыз дайын болды. Бізде қараңыздар, мындай керемет себет дайын болды. Оны безендіру үшін сіздің қиялыңызға байланысты мындай бантик істеуге болады. Бұл себетті әртүрлі моншақтар салуға немесе біз сияқты мындай кәмпит салуға болады. Келесі кездескенше, достар, сау болыңыздар.